күз маусымы башлануы менен hava температурасы төмендеп, ылғалдық артады. Бұл дәуірде адамның иммун системасы төмендеп, дем алу жолдары арқылы жұғатылған инфекциялар, яғни грипп кеселдігінің кең тарқалу қаупі артады. Грипп кеселдігі hava тамшы жолы менен жұғатылған вирусы кеселдік болып, ол бір тихарнан мұрын тамақ, өкпе іскерлігіне тәсір етеді. Кеселдік бірден бастанып, дене температурасының көтерілуі, хәлсіздік, бас ауру, жөтел, тамақ ауру, дене бұлшықеттерінің ауруымен өтеді. Егер өз уақытында емленбесе, грипп, бронхит, өкпе ісінуі, жүрек һәм бүйрек іскерлігі бұзылуы сияқты ауыр ақыбетлерге алып келуі мүмкін. Грипптен қорғану үшін алдыменен қолды тез-тез жуу һәм гигиенаға әмел ету. Жәмиеттік орындарда нықап тағу, әсіресе суық һәм самалды күндерде. Бөлімдерді тұрақлы самалдату һәм тез-тез тазалап тұру. Дұрыс ауқатлану, яғни витаминдерге бай, овощ, мейвелер қабыл ету. Бұл кеселдіктің ең тихарғы алдын алу жолларынан бірі бұл вакцинамен емлену болып есептеледі. Грипп белгілері сезілгенде өз басымшылықпенен үй шариғатында емленуге болмайды. Тезлікпенен медициналық мекемелерге müracaat етіп, врач ұсынысында емлену керек болады. Өз уақытында емлену ауыр асқынулардың алдын алады. Құрметті бұқаралар, күз маусымында денсаулығыңызды сақлап, профилактикалық ilajlar һәм жеке гигиена қағидаларына әмел ету арқылы сіз тек қана өзіңізді емес, ал жақындарыңыздың да грипптен қорғанған боласыз.